Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге қыстың ең дәмді салатын дайындап көрсетемін. Бұл салат кез келген үйде болу керек. Жасалу жолы өте оп-оңай. Видео соңына дейін асықпай қараңыздар. Біздің салатымызды дайындау үшін екі ғана зат керек болады. Қырыққабат және сәбіз керек болады. Сәбізімізді және қырыққабатты алдын ала жақсылап жуып тазартып аламыз. Сәбізді дәл осындай теркіден өткізіп аламыз. Сәбізді кішкене көбіректеу қоссаңыздар, салаттарыңыз өте дәмді болады. Келесі бізде қырыққабатты да дәл осындай теркінің көмегімен жұқалап тұрып турап аламыз. Егер де болмаса, пышақпен де турай берсеңіздер болады. Біздің қырыққабаттарымыз дайын болды. Енді бізге үлкенде бір ыдыс қажет болады. Дәл осы сәбіздерімізді саламыз және үстіне толтырмай бір шай қасық тұз саламыз. Енді сәбізімізді ешқандай қолдың күшімен араластырмаймыз, жай ғана осындай шанышқының көмегімен тұзды араластырып қоямыз. Дәл осы сәбіздің жанына қырыққабатымызды да саламыз. Қырыққабаттың үстіне де дәл солай бір шай қасық тұзды толтырмай саламыз. Оны да дәл солай шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Араласқан сәбіз және қырыққабаттарымызды 15 минутқа осы ыдыста қылдыратын боламыз. 15 минуттан кейін бір ас қасық толтырып сарымсақ саламыз және қызыл бұрыш саламыз. Енді қатты қызып тұрған сұйық майымызды дәл осы сарымсақ және қызыл бұрыштың үстіне құямыз. Тағы да дәл солай қолымызбен араластырмаймыз, жай ғана осындай қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Келесі бізде аскөктерді мен кеңсап қолдандым. Енді барлық көкөністерімізді жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл салат әсіресе күн салқындағанда өте дәмді салаттардың бірі. Кез келген уақытта, кез келген тамақтарыңызбен дәл осы салатты ұсына берсеңіздер болады. Енді бір шай қасық толтырып уксус саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған салатымызды осындай бір кішілеу ыдысқа саламыз. Және бетін жақсылап жауып, холодильникке бір күнге қалдыратын боламыз. Түнде жасап, ертесіне осы салатты қолдана берсеңіздер болады. Өте дәмді салаттардың бірі. Сіздерге де кеңес беремін. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.